Аминаның туылған күні, осыған осындай сюрприз дайындадық. И осындай шариктермен әдемі 2 деген саны бар. 2-ге толып жатыр. Және осындай әдемі торт. Амина деген жазумен. Қазір біздің принцессамыз оянады, и ішке отырғызамыз. Happy birthday to you. Вау! Амина! To you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Вау! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Амина, смотри, торт сені күтіп тұр еще. Happy birthday to you. Happy birthday Шар бойш to болу. you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Молодец! Мен қолым бұзып болды. Мама қарады, мама. Бір. Амина, 1, 2, 3. Аш. Аш. Көтер оны, көтер. Сырып жатырмын. Вау! Что это, Амина? Кітап па? Еще не бар, қара, тағы қандай подарктар бар екен. Ух ты, так что. Ну, алло, бар, Амина. Алло, звондайсың оны. Не тұр, алло. Алло, дейсің. Пойдем или ты к соседям пойдешь? Аминка, қара. Фу, істе. Свет өші бет. Кішкене сортын несі көрінеді. Аминка, давай, отыр ана жерге. Уф, деп үрлейміз қазір. Кел, жоқ, светті жақпа, Амина, светті өшір. Неха отырасың, уф, деп үрлейсің. Только абайла, хорошо? Только аккуратно. Фу, істейсің. Давай, 1, 2, 3. Фу, істе. 1, 2, 3. Ой, уфте. Жақындама, то баба болады. Да, просто уфу де. Фу, істе. Папа екеулерің бірге уфу де, давай, кәде. 1, Фу, істе. қорқып тұр. Раз. Істейін ба, папа? 2, 3. Все. Все молодец. Былай қойықшы. Әкел, аш берем. Папа, қара. Апаға қар. Апаға привет де, апаға привет де. Зазаға привет. Ай, гүл шарт тұрайық. Заза привет. Түсірдіңіз ғой? Фото, да? Фото? Сюрприз. Сюрприз. Мен распаковка жасап жатырмыз. Ойыншықтарына осындай кітап алған болатын. Мына жерде овощи, фрукты, ягоды и орманда тұратын, фермада тұратын жануарлар жайлы. На мелкую моторику өте полезно. Осылай алады қолмен. Потом қайтадан салат. Например, свекла қайда тұрады? И осы жерде тұрады. И бала алып, салып, каждый раз қолмен жұмыс істейтін болады. Кто живет на ферме, фрукты. И кто живет в лесу, ягоды. Ой, а смородина мамина? Смородина. Давай смородина былай қоямыз, да? Ну-ка, Аминка, давай қоя ғой. Амина как раз осындай книгаларды жақсы көреді. Еще мен осындай книга алдым. Бұл хотя 3+. Қазақша. Ой, балақай, қайдасың дейді Амина. Так, еще. О, қара. Ода не бар екен? Ошақ. Қара. Алма. Так, бұл бірінші беті. Екінші бетінде мына қара. Мама, папа. Вот Амина. Так, келесі бет бізде жануарлар. Үй жануарлар типа әтеш. Жылқы. Вау! Балапан. Балапан солай сөйлейді. Сиыр қалай сөйлейді? Сиыр. Қара, түйе бар, ана түйені баршы, түйені.
мәссаған тие солай сөйлейді екен. Мүйіз тұмсық, носорогты бас. Мүйіз тұмсық. Теперь қара былай ашасын. Ух ты, қара, мына жерде сары түс. Сары түсте қандай нелер бар? Киім. Так, свет бойынша бөлінген кітаптар. Свет бойынша бөлінеді. Ну-ка, Амина, покажи еще раз. Банан. Мынау кім? Крокодил ма? Апа. Крокодил. Апа. Ага, апа осы крокодилдің үйіне барады, потом барып елканы алып кете ма? Осын жүгіреді, да, солай? Ой, да, солай апа. Да, еще артынан? Да. Осындай книжка алдым. Бұған арнайы осындай не алдым? Карандаштар. Потом краска алдым. Специально пачка краски, безопасны для детей. Например, мына жерде бірінші бетте ягодалардың ішіне малина тұр, или нет, вишня тұр. Вот осы вишняны типа пальчикпен Амина қою керек. Это очень полезная игрушка. Ой, да, книжка. И мына жерде обычная раскраска бояйды, просто попугайды, осы түске бояйды. Оған специально осындай карандаш алдым. Вот мына книжка өте жақсы, түстерді ажыратуға арналған. Түстерді ажырататын болады. Как вот так. Оранжевый түс, красный. Бұл жерде еще каждый ашылады. Былай ашылады. Пожарная машина. Ой. Анау кітап. Ну-ка, звондайсың. Кімге звондайсың, Амина? Зазаға звондайсың ба? Ой, коробканың ішіне ойнап жатыр теперь. Вот осылай. Біздегі таңертеңгі құттықтау. Шашымды жүгеді, шашым жоғыдай. Қадай болды. Бізде таңертеңгі құттықтау осындай болды. Надеюсь, Амина қазір онша көп зат түсінбейді. Бұл когда уже 4-5 жасқа келгенде бәрін түсінетін болады. И осы видеоларды қарайды білмеймін. Бірақ все равно қазір интерес алған. Мен уже оны түсірдім барлығын. Амина, кіммен сөйлесіп жатсың? Ойбай! Баба! Бүгінгі құттықтаулар таңертеңгі бізде осындай болды. Осындай әдемі шарлармен. Аминаға барлығы ұнады деген ойдамын. Және осындай сюрприз, тортпен. Амина, конечно, әлі кішкентай, но все равно оған эмоция сыйладық. Қазір берген ойыншықтармен ойнап жатыр. Когда уже Амина 3-4 жасқа келеді, оның барлығын түсінетін болады. Және осы видеоны қайталап көретін болады. Аминаның туылған күнінде Амина, как всегда, игровая зонаға келді. Біз осы Аурум деген ресторан бар, соған келдік. Даулет, Амина, қайдасыңдар? Привет! Привет! Ой, здесь прям үлкен екен, я? Күшті. Еще шарики прям көп. Амина, көп шариктер бар екен, да? Амина, сырғанайсың ба? Только осторожно, абайла, жай сырғана. Давай, Аминка, жай сырғана. Давай, 1, 2, 3. Вау, молодец! Ой, Амина, секірме, а то беліңді ауыртасың. Да, Цезарь. И хрустящие баклажаны. Я лежу сюда и вижу, он в зале. И өзіме лагман заказ бердім. Стоит и хочет поесть. Аминаның туған күні отмечать ету үшін. Папа. Ой, папа, Гүлапа. Даулет. Осындай әдемі ресторанға келдік. Аурум называется. Амина папасымен бірге игровая зонада ойнап жүр. Мына жақта кафе күшті екен. Осындай игровая зонасы бар. Қыдырғанға. Өте әдемі жүр екен. Ой, кім? Привет, баршаларыңызға, қалдарыңыз қалай? Біз Алматыдамыз. Бүгін таңғы сағат 5-те почти үйге келдік. Негізі біз Шымкенттен ұшқан кезде кешкі сағат 9-дан 5 кеткен кезде ұшу керек болатынбыз. Бірақ ауа райына байланысты
там Шымкентте тұман болды, и біз ұшатын самолет қона алмады Шымкенттің аэропортына, поэтому біздің уақытты өзгертті сағат 1:30-ға. 1:30-дан потом 2-ден сағат 5 кеткенше күттік. Өткені сол уақытта тағы да ауысады деді уақытын. И сонымен 2-ден кеткен кезде отырып самолетқа ұштық Алматыға. Примера сағат 4-терде келдік. А потом уже сағат үйге таксимен келем дегенше 5 болды. Сонымен ұйқыдан жаңа 11-де тұрып, завтрак ішіп, асықпай, қазір енді заттарымызды, чемодандарымызды ашып, реттейін деп жатырмыз. Үйде әлі бізде елкалар тұр. Біз келе жаңа жылдың алдында ұшқан болатынбыз Шымкентке, почти 1 айға жуық. 1 ай толық емес, бірақ бір 20 күннен аса біз Шымкентте болдық, поэтому біз кетпей тұрып елкалар үйге орнатқан болатынбыз. Келсек әлі елкаларды, прям үйде күшті атмосфера, тыныш. Қазір енді заттарымды жинау керек болады. Амина тоже өзінің ойыншықтарын сағын қалыпты Шымкенттегі. Алматыдағы ойыншықтарын сағын қалыпты. Амина өште бір коляскаға бірнеше ойыншықтарын отырғызып. Амина жаңа қалай істедің? Қалай ұйықтатын? Амина көрсетші, колясканы лялаларды қалай ұйықтатын? Деді ба? Қалай істедің? Көрсетші. Аха. Аха. Әлди, өлей айтсай. Әлди, ай. Ой, ты куда? Енді ұйықтайсың ба? Ұқпыш боласың ба? Ұқпыш. Амина тоже Алматыдағы ойыншықтарын сағын қалыпты. Көп ойыншықтар. Туған күніне тоз ойыншықтар алып келгенбіз Шымкенттен алған. Олармен бірге қоса Алматыдағы ойыншықтарын мен ойнап жатыр. Ал енді мен қазір чемодандарды реттеп, орын-орнына қойып, үйді бір жинап алу керек. Жинап аламын. Ретке келтіріп. Маған сәттілік. Қазір осы 3 ингредиентті майда кубикпен турап фаршқа қосатын боламын. Ең оңай жасалынатын рецепттердің бірі. Негізі осы ораманнан рецепті менің YouTube каналымда ең көп просмотр жинаған видео екен. Сондықтан қазір тағы да жасап көремін. Дәміне қарай тұз қосатын боламын. Қарабүш. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Енді осылардың барлығын бір-біріне жақсылап араластырамыз. Біздің осымен начинкамыз дайын. Енді қамырын жайып, ортасына салып, орамананың формасына келтіреміз және манталарға пісіреміз. Все, теперь ждем. Біздің ораманнанымыз 45 минут піседі. 45 минут күтетін боламыз. Морковный сок жасайын деп жатырмын. Үйде бізде сәбіздер бар екен. Все-таки долго тұрды, бірақ состояниесі жақсы сәбіздер. Вот сәбіздердің барлығынан қазір морковный сок жасайын деп жатырмын. Алдын алып барлығын тазалап алдым. Біздің тамағымыз піскенше сок ішіп аламыз морковный.
еще плюс Петя English деген канал бар ютубта, соны көріп отырмын. Новый выпусктар өте интересно түсіреді. Ол бала бірінші басында Қытайға барады до пандемияға дейін, и там қалып қалады, когда уже коронавирус басталған кезде. И там ол сол жақта бір қызбен танысады, Ирис деген, и сол қызға үйленеді. И там сонымен, когда үйленгеннен кейін оған виза береді, типа елден шығармайды. Поэтому ол сол жақта қалады. Амина, светті жақ! И вот солардың өмірлері жайлы, өздерінің өмірлері жайлы Петя в основном түсіреді, Ирис деген қыз қасында жүреді. Ирис қытайша, ағылшынша сөйлейді, но орысша чуть-чуть сөйлейді. А Петя в основном орысша и ағылшынша. Алда соның историясын оқыдым, тыңдадым. Петяны тоже. Ол Украинадан екен негізі. Жол болмаған кезінде бір қызға ғашық болған, ол қызы басқа жігітке қаралған, и бұл соған бола жынданып, басқа елге барып, типа ақша көп табу үшін жұмысқа тұрады, и солай мотивация пайда болады. И солай Қытайға келіп, оны өзінің қазіргі әйелімен танысады, и солай өз әйелімен қазір почти 8 жыл біргеміз дейді. Тоже күшті пара. Петя деген здоровый, бой ұзын жігіт. А Ирис қасындағы әйелі кішкентай, бойы кішкентай, и өзі де кішкентай, китаянка. Прикольно. Солардың қытайлардың өмірлері, Қытайдағы әдемі жерлерді, ең лас жерлерді, интересный факттарды түсіреді, көрсетеді. Маған қызық, тамақ жасап отырған кездері осылай көріп отырамын. Так, менде осындай сәбіз болды. Енді осы сәбізден қазір морковный сок жасаймын. Менде соковыжималка Panasonic-тікі бұрын алған болатым, сон әлі менде бар. Өте күшті соковыжималка, прям соктардың барлығын жақсы шығарады. Яғни тыквенный сок болсын, морковный сок болсын, яблочный сок болсын, барлығын жақсы шығарады, маған ұнайды. Бұрын оны, когда студент кезінде мен сестрам сатып алған болады, өзінің үйіне. Мен сестрамнан көріп, кейін тұрмысқа шыққаннан кейін мен де өзіме алдым. Қасында блендер комплектте жүреді, Panasonic-тің қасында комплектте блендер, и осы Panasonic соковыжималкасы объемы үлкен, сондай күшті. Қазір сіздерге көрсететін боламын сокты қалай жасайтынын. Так, осылай қойсам көрініп тұр ма? Вроде да. Витаминный сок. Так что сіздерде тоже жасап жүріңіздер. Мен қазір бұны Дәулетпен, Аминамен бөлісетін боламын. И жартысы өзінше. Амина, сок ішесің ба? Сок ішесің ба? Дәмді ма? Когда біз Турцияда болған кездері, там свежий соктар шығаратын отдел болды. Там күндіз барасың, сағат 2-ден 6 аралығында. Сол кездері осындай морковный сок, яблочный сок и плюс қандай сок болды? Тағы 4 түрлі сок болды. Сол кезде Аминаға берген болатын, оған ұнады, ол сразу бірден ішті. Қазір тоже ішіп жатыр. Біздің ораманнан дайын болғанша мен жиналып қалған посудаларды жуып тастайын деп жатырмын. Ораманнан примерно осындай болды. Екіншісі осы жерде. Кешкі ас бізде ораманнанды біз қаймақпен жегенді жақсы көреміз.